Hürmetli dostlar, sizlerden görüşkенime çok quvonchtimін. Nasıl söylüyor olay? Жақсы естіліп тұр ғой, Жақсы естіліп тұр, жақсы көрініп тұрсыз. Енді көпшілігіміз енді танитын шығармыз бір-бірімізді. Жаңадан келген адамдар болса, мен қысқа таныстырайын өзімді. Атым Қонысбай, кәсіби мамандығым инженер, бірақ ол жұмыста көп жұмыс жасамадым. Тек 3,5 жыл ғана, 26 жасымнан тек қана өзіме жұмыс жасаймын. Сол традиционный бизнестер болды. Содан қазір 20 жылдан артық сетевой маркетингте. Сетевой маркетинг тек қана бір компанияда жұмыс жасағанмын. Сетевой маркетингке көптеген адам біз шақырамыз, түсіндіреміз, біреулер уговаривать етеміз. Дұрыс па? Сондай әртүрлі жолдармен келеді ғой. Мен өзім келдім деп айта аламын, маған ешкім оны түсіндірген жоқ, маркетингін айтқан жоқ, презентация өтілген жоқ, бірақ мен бір себеп болды. Сол өнімдерін қолданып, мен жақсы нәтиже алдым. Содан осы сетевой маркетингте үлкен ақшаға жетіскен адамдардың тарихын естідім. Мен алдым бизнес жасап, көп ақшалар алып жүретін уақытым болған. Содан банкрот болғанмын. Сондай кезде мына ескеннен кейін өзім есептедім, оның системасын түсіндім. Және бұл жерде традиционный бизнестен айырмашылығы, традиционный бизнесте бәрін затты өзің жасайсың. Растаможка, транспортировка, бухгалтерия, отчет, налог, және тағы басқа аренда, енді барлық нәрсе бір адамның мойнында болады өзің. Сетевойда бәрі дайын, готовый система. Маған сол жағы ұнады, осы механизмді түсіндім. Ол жерде айтатын еді ғой, пассивный доход бар деп. Сол енді пассивный доход, енді біліп жатырмыз, енді пассивный доход ол жерде бір адамдар үшін бар, көп адамдар үшін жоқ ол жерде. Содан 20 жылдан артық сол жерде жұмыс жасадым. Август айында өткен жылы өзім осы контракт аннулировать етіп, осы клуб системасына өттім, клуб жүйесіне. Көп деген сетевиктер сияқты, қазір көп сетевиктер қабылдамайды, түсінбейді бұл затты. Сондай болып, мен де бірінші айтқан адамдарға жоқ дегенмін, біреулеріне ақыл үйретіп жібергенмін, жаңағы бұндай затқа араласпа, бұл дұрыс емес нәрсе деп. Сосын кейін үшінші адам хабарласқаннан кейін мен уже оны тағы өзім үйреніп бастадым. Бір айдан көп үйрендім бұның. Сосын жақсы жақтарын өзім табылғаннан кейін бұл негізі ойладым мен, бірге бұл енді интернет қой, клубный система, бірге компаниядан немен жұмыс жасап жүре беретін. Бірақ спонсормен сөйлескен кезде спонсор айтты, болмайды, біреуін таңдау керек деді. Таңдау керек дегенде мен оларға алғысымды айттым да, болды, мен таңдадым деп заявление жазып кеттім. Сол компания Тенши компаниясы еді, мен алғысым шексіз. Тенши компаниясына өте керемет, денсаулығымыз жақсыладық. Сол жерден алған білімдеріміздің бәрін сол жерден алдық. Сосын мен өте ризамын. Ол неге енді мына система келді. Енді клуб системасының ерекшеліктері дейді. Қандай ерекшеліктері бар? Клуб системасы деген не ол? Біз бірінші кезекте сол заты түсінуіміз керек. Клубный системаны түсініп алуымыз керек, не екен. Сол кезде біз бұл жерде өзіміздің жұмыс жасауымыз, адамдарға түсінік беруімізде оңай болады. Біз бәріміз тұтынушымыз. Біз сол әрқашан сол әртүрлі өнім, 100% адам тұтынушы деп айтуға болады. Сол тұтынушы болғаннан кейін біз сауда системасымен байланыстымыз да. Сетевой маркетинг жұмыс жасасақ, сетевой маркетинг тоже ол да сауда системасы. Мен сол 26 жасымнан сауда системасына келе жаттым. Ұсақтап сату, оптом, основной мен оптом сататын едім. Оптом машина, КамАЗдап, вагондап дегенде сондай саудаларда жасап жүргенмін да, сол сауда система. Соны білуіміз керек, сауда системасында бұл бәріміз білеміз, ұсақтап сату деген бар. Ұсақтап сату. Кәдімгі базар, магазин, тағы бір ұсақтау, розничный продажи деп айтылады. Одан кейін, бұдан 90 жыл бұрын сетевой маркетинг пайда болды. Ол да сауданың түрі. Интернет пайда болғаннан кейін интернет. Телевидение бар, прямой продаж дегендер бар. Бір товарларды реклама қылып, телевидение арқылы сатады. Интернет пайда болғаннан кейін интернет. Бұның бәрі розничный продажа кіреді. Барлығы. Розничный дегенде үстінде үстеме ақша бар. Товар шығады өндірушіден, өндіруші шығады. Ол одан оптовый білеміз ғой, схеманы бәріміз. Оптом біреу сатып алады, ортада дәлдәші көп. Сосын келеді да товар бәленбай есе қымбат болып келеді бізге. 5 есе
7 есе 10 есеге дейін қымбат болып келеді. Мен сондай бір уақыттар болды, мынан Алматыда Зеленый базарда 20 жылдардың ар жағында болған шығар, сауда жасап көрдім. Қандай уақыт. Сол кезде қазір менің құрдасым бар, әр сөзде сауда жасайды. Сол жерден бір орын алып, кішкене сауда жасап көрдім. Сонда ана барахолка деген барып оптым алған, енді ұсақ түйек нәрсе ғой, соны алған нені 5 есе 7 есе ақша қойып сататын үстіне. Бір қаланың ішіне тұрып, сондайда ауыл ар жақтан келген кезде қанша адамның қолынан өтті. Сол үшін розничный продажада үстінде үстеме ақша бар. Сетевой маркетингте, оны бәріміз білеміз. Сетевой маркетингте мақтанатын ек қой, бізде маркетингте 70% ортаға қайтады. Демек, өнімді аламыз да 70% минус ауат етеміз. Одан сосын ана компанияның өзіне де пайда қалу керек. Тағы да 50%, тағы да 70% минус ауат етсеңіз, ана товар 7 есе 10 есе қымбат қойылған болып шығады. Есе 7 есе 10 есе. Сондай болып шығады, есептеп көрсек. Енді мына интернет сауда пайда болды ғой қазір. Интернет саудада мысалы Валберс, Амазон дейміз, тағы бірдеңе жоқ. Бәр жерде ол интернет магазинді түсінуіміз керек, бұл екіге бөлінеді. Marketplace деген бар, сосын интернет магазин бар. Marketplace дегеніміз ол площадка. Площадка деп айтсақ болады. Как мына Алтын Орда, барахолка сияқты базар. Контейнерді жалға бере ме арендаға, орынды бере ме арендаға, сондай біреу соны ашады, ұйымдастырады, маркетплейсті. Солай қылады да сатушыларға арендаға береді. Каспи да солай. Базарда ол интернет базар. Маркетплейс деген интернет базар деп түсінсек болады. Ол жерде сатушы көп, әртүрлі сатушылар болады. Бір адам емес. Интернет магазин, ол жерде біреу сатушы. Соны түсіну керек. Интернет магазин біреу сатушы. Бізде Livegood клуб бұл интернет магазин, маркетплейс емес. Площадка емес. Бұл тек өзі сатады, өзінің өнімін сатады. Және Наудыр Қазанның ана несін көрген болсаңдар, видеосын, сонда айтады, бізге дейді, қазір дейді, көп адам бізді жұмысқа ал, бізге умаляйт деген сөзбен, бұлай жалынып жатыр деген сөз ғой, бізге жалынып жатыр дейді, сенде миллион адам пайда болды, біз сізбен жұмыс жасағымыз келеді, мына менің товарымды көр, менің туристический немді көр, жаңағы программамды көр, менің оқу, обучение, криптовалюта, мынаны көр, деп бәрі келіп бізге жалынып жатыр. Демек, бұл не деген сөз? Бұлардың клубный системада адам көбейген сайын, олар Америкада біледі, клубный системада үстеме ақша жоқ. Енді соның клубный системаның айырмашылығы, немен мына басқа саудалармен айырмашылығы, клубный системада товардың үстінде ақша болмайды. Бірақ олар пайда көру керек, олар қайсынан пайда көру? Олар айтады, мына товарды мен саған оптовый бағада беремін, бірақ мен пайда көру үшін маған дейді айына $10 төле, немесе жылына $100 төле дейді, немесе $120. Олар пайданы мүшелік жағына шығарған, клубный составляющий. Солай, бұл осыдан 40 жыл алдын Америкада Costco клуб жүйесі пайда болған. Costco клуб жүйесі. Ол склад, қазір Америка мен Канадада 800 склад бар екен. Оның тарихы, Google-да, мен де осы жақынға дейін білмеуші едім осы нәрсені. Бәрін үйрендім, көрдім, мен де түсінік болу керек болды. Адамдар түсіндірім керек. Не зат ол Costco жайлы видеолар бар YouTube-та. Мына ортаға да негерге де алып қойғанбыз бір-екі видеоларымыз. Сосын оның тарихы бар. Бірінші бастап ашылған кезде Costco бірнеше уақытқа дейін убытке жұмыс істеген. Арендаға алып қойды, ол бірден адамдар келмейді, бірден түсінбейді оның клубный системаны. Бірақ ол қазірдің күні бірнеше жыл уақыт олар убытке жұмыс істеген. Бірақ білген ол идеяның жақсы болып кететін. Солай да ол осыдан 40 жыл бұрын ғой, қазірде интернет жоқ, реклама жоқ. Қазір 800 магазин бар. 800 магазин склад деп айтса болады, магазин склад. Және ол жерде сауда жасау үшін ол магазинге любой адам кіре алмайды, сіз кіре алмайсыз. Аузынан не тұрады, жаңағы карта сұрайды. Карта оформить етуіңіз керек. Карта $60 картасы бар, жылына $120 картасы бар. Оның өзінің артықшылықтары бар. И магазинде азық түліктен бастап 3800 түрлі товардың түрі бар. 3800 түрлі. И және магазиндердің жанында заправка дейін бар. Бәрінде арзан цена. Оптовый дегенде, сол оптовый ценамен деп болады. Тек сол жерде складтың расходы, ана адамдардың
төленетін айлықтың расходын азғандай қосуы мүмкін, бірақ ана басқа саудадағыдай 8 есе 10 есе ақша қосылмайды ол жерде, кішкене ақша қосылады. Міне сол үшін енді не болды, сол клубный системада товар қандай бізге өте арзан. Ол барлық бұл жерде 3 не бар. Бұл саудада мысалы 3 жақ қатынасады. Например, өндіруші бар, товарды өндіріп шығарады, ортада сатушы бар и тұтынушы бар. Үшеуіне де ыңғайлы. Өндіруші, производитель, оған ыңғайлы жері оның товар тұрып қалмайды. Себебі үстіне көп ақша қоймағаннан кейін оның товар бірінші өтеді. Басқа саудаға қарағанда. Екінші, ана магазин, склад ұстап отқан адамға ол жерде тұрып қалмайды. Себебі товар басқа жермен салыстырғанда 3 есе, 4 есе, 5 есе арзан. Ол үшін адамдар сол арзан жерден жақсы өтеді товар. И содан ыңғайлы тұтынушыға, бізге сатып алушыға ыңғайлы ол. Барлық адам эконом жасағысы келеді. Солай ол енді біз нені білдік, қазір 2 сауда бар деп соны түсінуіміз керек. Міне 2 түрлі сауда бар. Екеуінде бірдей товарлар, ұқсас товарлар. Біреуінде 5 есе қымбат, екіншісінде 5 есе арзан. Бірақ 5 есе арзан алу үшін ол сұрайды, маған дейді $10 төлеп тұр айына дейді. Сонда менің қызмет қой ол. Ол товарды жеткізіп беріп жатыр, қызмет көрсетуші. Ол сатушы емес, үстіне ақша қойып жатқан жоқ па? Ол қызмет көрсетуші, мен қызмет ақым төле дейді. Мен саған оптым мына жақтан жеткізіп беріп жатырмын ғой, маған $10 беріп тұр айына дейді. Болмаса дейді, жылына $100 төлеп тұрса, болды дейді, менің любой товарымды 5 есе арзан ала бер оптовый ценада дейді. Адамға ыңғайлы ба, ыңғайлы емес па? Әлбетте ыңғайлы, ол бәрімізге ыңғайлы. Айын ыңғайлы болғаннан кейін мен көп адамдардан сұраймын, сол осындай магазин болса, бір магазин жаңағы мысал келтіремін. Апорт деймейді, өзінің қаласында супермаркет, базар. Сен қанша жыл соған клиент боласың десем, 3 тілде жауап береді, бірақ үшеуі де бір сөзге келеді. Өмір бойы, өмір бақи соған мен не боламын дейді. Жаңағы клиент боламын дейді. Так, не түсіндік енді бұл жерде? Біз мына Livegood клубы, бұл да клубный система. Клубный система. Livegood клубында товарларын жасап көрдік. Біз енді барлық ұқсас товар емес, ұқсас бізде білетініміз CBD, мысалға распространенныйда ол көп тараған, сосын жаңағы коллаген деген бар. Коллаген мен көрдім, мына Қазақстанда Coral Club деген бар, ең жаңағы мақтайды бәрі, жақсы, коллаген жақсы. Ішкі цена, бұның түріне цена 75.200 ба, 75.000 теңге тұрады. Бір айлық курсы, бір ай. А біздің коллаген, Livegood'тың коллагені, тоже бір айға жетеді, өте жоғары сапалы, 15.200 теңгеге келеді. Жолын қосқанның өзінде. Қалай жақсы ма? 5 есе арзан. Біз бәріміз қазір осында телефонда осын қарап отырмыз сабақтарды. Қолыңыздағы телефонда сізге 5 есе арзан аласың, бірақ $10 төлеп тұр, и бір ай күтесің десе күтесіз, күтпейсіз ба? Ондай сұрауда беріп көрдім мен. Қолымда iPhone бар, басқа телефон бар. $300, $500, $1000 тұрады iPhone мысалға. Сол $1000 iPhone сізге $200 берсе, бір ай күтесің ба десем, әлбетте күтемін дейді бәрі. Бірақ мына неге келген кезде, ой, кейде біреулер түсінбейді, жаңа товар, ой, ұзақ уақытта келеді екен, ол бір ай күту керек екен, мен күткім келмейді. Күткісі келмеген адам онда 5 есе қымбат ала берсін. Қазір бедабап деген көп зат жоқ. Қай жерге барсаң бедабап. Күнде жаңадан компания ашылып жатыр да, жаңадан компания. Мен қазір білемін, өзім осы өткен жылы август, сентябрь айларында бір компания ашылды, осы қазақстандық. Екіншісі январда біреу ашылды. Қазір тағы бір компания келіп жатыр, китайский. Сетевой бәрі. Сондай көп ондай нелер да. Содан барып сатып ала беруге болады. Мына жерде түсініп қоя, бұл барлық адамға ыңғайлы. Вот клуб деген, клубтың құндылығы не? Бұл жерде біз $10 не үшін төлейміз? $10 сол товарға доступ болу үшін. Товарға бізге береді сол магазин, сол товарды. Оптовый бағада алу үшін. Әне сол құндылығы. Ал кейін екінші жағы енді ол жаңағы бизнес, пассив деген жағы, ол бизнес. Сол үшін көптеген адамдарға бұл клубтың құндылығын түсіндірсек, ол айтады, болды, мен өмір бойы ол жерге не боламын. Енді бұл екіншіден, бұл жерде Наудат Қазанның ең баста жаңа айтқан бір видеолары бар, осы неде жүр. Ютубта да бар, осы группаларда жүріпті, сол айтады.
5 жыл уақыт берің дейді. 5 жылда біз Амазонда не зат болса бізде соның бәрі болады дейді. Біз дүниенің бәр жерінен склад ашамыз дейді. Міне биыл уже ол барлық айтқан сөздерін орындап келе жатыр. Биыл Алматы қаласынан алла қаласа сол склад ашайын деп жатыр. Бұл жерде международный пакет, бесплатный доставка бар ғой, тегін жеткізу. Сол болады. Кешеде бір сабағымыз болды. Сол жерден Өзбекстаннан кіріп, сол сұрап жатыр. 2 айда жетіп келген екен. Ондай жағдай болып жатыр. Қазақстанда да болып жатыр. 1,5 ай, 2 ай. Анда бір не жүрді ортада көп бізде товар заказ етіледі, сондай международный пакет. Ұзақ уақыт іркіліп қалдық, сонда Ингринскийлер шығып, соны де айтты. Білмейміз деді, Германия таможняда 6 апта тұрып қалды. Енді оған әсер ете алмайды ғой, күтті келді сондай 1,5 ай, 2 айда келді. Енді соны тез жеткізіп беру үшін осы Алматы қаласында мысалы ашылады, ақшаңыз төледіңізді, сол күні алып кетуге болады. 9 продукт, то есть 6 продукт $90. Не, клубный системаны түсіндік қой да, демек 2 түрлі магазин бар, екеуінде товарлар почти бірдей товарлар, біреуінде 5 есе қымбат, екіншісінде 5 есе арзан. 5 есе арзан алу үшін $10 төлеп тұру керек. Немесе $100 төлеп тұрса керек, жылына бір рет. Болды, все. Вот сол клубный система деп айтылады. Сосын бұның тағы бір артықшылығы бар. Мына именно саудада мен бірінші рет көруім, сіз өздеріңізде солай болсаңыз керек. Қай жерде магазинге барсаңыз, сол магазинде, базарда жазып қояды, табличка тұрады. Сатып алынған товар қайтып алынбайды. Көрдік па? Әр жерде бар ол. Мына бізде қалай? Ливгудта айтады, сен мына өнім саған ұнамаса, нәтиже бермесе, сен 90 күннің ішінде пустой коробканы қайтарып жіберсең, саған 100% ақшаны қайтып беремін. Бұл еш сауда системасында болған нәрсе емес та. Бұл өзінің товарына сенімділік дегенді білдіреді. Түсінікті болды, клубный система не? Ол сауданың жаңа түрі болғаны. Оптым алу үшін. Мысалы, клубный системаға мысалдар көп. Мысалы, Amazon, басқа біз білетін. Міне қазір Wi-Fi мен отырғандар бар, Wi-Fi тариф дейді ғой, мысалға. Ол да почти соған ұқсайды ғой. Сен аймай төлем төлеп тұруың керек. Соның қызметін пайдалану үшін ай бұрын заранее төлеп қоямыз. Мысалы, тарифімізді, Wi-Fi-мізді, дұрыс па? $10 асатын нелерде бар. 7,000, 9,000-ға дейін баратын тарифтер бар жаңағы Wi-Fi. Үндемей төлеп отырмыз, оны үйде қанша адам оны, егер оны интернет отдельно сатып алуға бола ма? Болады, пакетімен сатып ал, бөлшектеп алсаң, ол өте қымбатқа түседі. Бұл да солай түсінуге болады. Бұзына ана жаңағы мүшелік төлем деген сол да. Америкада қазір юридический фирмалар бар екен, жаңағындай клубный система. Қалай? Ол көбіне олар бизнесменге, сондай юридический лицолар мүше болып қойса керек, олар көп тез юристтердің қызметін пайдаланады, оларға не керек болады, юридический консультация. Бұл $18 төлеп тұратқан айына 3 миллиондай мүшесі бар екен. Любой юридический консультацияны арзан бағада алады. Автомойка пайда болған қазір Америкада. Клубный система $20 төлеп қояды. Bir ай полный күнде барып машинаңыз жуса да болады. Клубный система сондай ыңғай. Бұл қандай несі бар? Біріншіден бұлар адамдарды, клиентті ұзақ жылдарға байлайды да өзіне. Клиент олар ешақ кеткісі келмейді, потому что ол жерде сапалы өнім арзан. Біздің мына Ливгуд клубы маркетплейс, ол интернет магазин болған үшін, бұлар ең сапалы өнімдер, ертең өзі жасап шығармаған өнімдер қойса да ең сапалы өнімдерді таңдап қояды бұл жерде. Өзінің өнімге сондай гарантиясы болады. Болды, осы клубный система деген. Енді басқа клубный системадан айырмашылығы, басқа ешқайсы клубный система өз мүшелерімен жаңағы ақша бөліспейді, маркетинг жоқ оларда. И так ыңғайлы да. Ливгудтың артықшылығы, Ливгуд бұл бөліседі өзінің. Маркетинг составляющий бар. Ал мынандай нені ойлап көрдіңдер ме мысалға? Ливгуд маркетинг жағы болмаса да бұл саудасы жүретін еді, дамитын еді бізсізді. Себебі Америкада 200 миллион дүние жүзінде қарайған адам бедабап қолданады да. Бұлар рекламаны беріп, сол $10 төлеп тұр, менің товарымды сондай 75% арзан дегенде бәрібір адамдар мүше болады. Как Амазонға 220 миллион Амазонда мүше бар, $15 төлейді, тек қана тегін жеткізіп беру үшін болған. Bir айдың ішінде оған любой товарды бесплатный доставка тегін жеткізіп береді. Amazon бөліспейді ғой ешкіммен.
Сонда да Американың 60% шаңырағы соған не болып қойыпты, мүше болып қойыпты. 60%. Ал Ливгуд та солай жасағанда, біз маркетинг болғанда да бұлардың бизнес жүретін еді. Бірақ бұны Ливгудты ашқандар, бұлар сетевой маркетингті басқарған адамдар. Ондай жағдайда не болатын еді? Сетевой маркетинг деген өлетін еді вообще. Жүздеген миллион адам сол сетевой маркетингтен нан жеп отыр, табыс тауып отыр. Бұлар именно сол адамдарға болсын, олар байы үшін келген жоқ. Олар адамдарға біріншіден миссиясы осы өнімдерді жеткізіп беру, сол адамдардың дені сау болуына ықпал жасау, және сол көп қаражат жұмсамай дені сау болуына ықпал жасау. Ол үшін біз соны түсінуіміз керек. Бұлар маркетинг болмаған жағдайда бұлар саудасы жүретін еді. Бірақ біздің бағытымыз қандай маркетинг қосты. Біз осы жерден өнімдерді ала аламыз, және табысты таба аламыз. Енді түсінікті болды. Енді кейінгі несі, интернеттен ақша табудың заңды негіздері. Біз бәріміз интернет пайда болғалы, біз білейік, білмейік, қалай қаламайық, интернеттен біз жасап тұрған жерімізде де қарайған адамдар сол ақша тауып жатыр. Бірінші ең простой мысал дейді ғой, соның ішінде YouTube'да канал ашылса, мысалы кірсеңдер рекламада толып атады. Осы мына Қазақстанда мынандай ақша алдым YouTube'дан, мен қызығам өзім, соны көрсетіп атады. YouTube'дан ақша алып отқандар бар. Без проблем. Басқа шетелде тіл білетін, компьютер білетін менің екі танысым бар. Сол біреу жаңағы қызымды шығарып алдым деп. Себебі 9 сағат айырмашылық бар, ол күндіз оқиды, түнде жаңағы американский бір компанияның жұмысын жасап береді екен. Сонымен жаңағы қой денсаулығыңа не болар, сен түнмен де жұмыс, күндіз оқу үлгере алмайсың деп, ана жұмыстан шығарып алдым дейді. Тағы бір танысымыз бар, сол баласы сол американский компаниямен жұмыс жасайды. Осы Алматыда тұрады, осы Қаскелеңде. Сол 9 сағат дейді, разница дейді. Түнде басталады жұмысы дейді. Таңға дейін жұмыс істейді, күндіз демалады. Нормально айлық алады екен, ақша алып отқан. Сондай немен жұмыс жасап отқандар көп. Одан басқа биржалар бар, крипто биржа, фондовый биржа, акция биржа, 3 түрлі биржалар. Сол биржаларда товар алып сатып, немесе товар деп, жаңа криптовалютамен, басқа-басқамен сондай трейдер деп айтылады, солай да ақша тауып отқандар бар. Криптовалютаның тіпті мына Алматы қаласында криптомат, мен барып көрмедім, бірақ оқыдым, криптоматтар бар екен. Банкомат сияқты криптовалютаны обналичка қылып алатын. Криптомат. Ол не деген сөз? Демек, одан басқа неше түрлі бар. Фрилансер дейді, тағы бірдеңе дейді. Көп мынадай жаңадан пайда болған профессиялар бар да. Сондай интернеттен ақша тауып отыр. Біз енді өзіміз ол салада емес, біз енді бұрынғының адам көп дегенімізді, жастар көбірек біледі оны. Бірақ мен енді арасында қызығып қарап қоямын, білгенім сол да. Факт то, что білем, сол интернеттен ақша тауып отқан адамдар бар. Демек, ол қандай интернеттен ақша тауып отырдыны? Ол да заңды. Олар тек налогын төлеп отырсаң болды. Ол бойынша, бізде налогі бойынша, осы мен Ливгудты бастамастан алдым. Біз досымызбен сол өзіміз тұрған жерде, жұмыс жасап жатқан жерде, сол налоговый инспекцияға да барғанбыз. Соны сұрап біз осы интернеттен ақша тапқанда налог қалай төленеді? Соған консультацияға керек келсек, ол пәлен кабинетке бар деді. Сол жерде сол кабинетке барсақ, налоговый инспектор сұрадық, осындай жұмыс жасап жатқандар бар. Америка, шетелдің фирмалармен шартнама, интернет тіл білетіндер, сосын қызмет көрсетіп жатқандар бар. Тағы басқа сондай ақша тауып жатқандар бар ғой, иә дейді. Сондай ақша тауған кезде қалай төленеді ақша налог дегенде? Өзін-өзі самозанятость деген бар екен, ол жерде. Сол жылына қанша 20-30 мың теңге ме төлеп тастайды. Ең простой несі. Аз ғана табыс болса, сонымен отыруға болады деді. Немесе көбейсе деді патент. Сосын алдым көп болса не ана? Мысалға деді, жылына $100,000, айына 10 мыңнан айттық. Олай болса деді, ондай жағдайда декларация жолымен төленеді деді. Сұрағы бар. Қазақстанда 1 сентябрьге дейін, солай. Өзбекстанда 1 апрельге дейін. Декларация. Енді сонымен налог төленеді. Демек, ол деген сөз, налоговый законодательствода, салық кодексінде ол бойынша неге
бар, өзінің есабы бар. Ондай пункт бар, интернеттен ақша табу деген пункт бар. Енді мына Либгуд заңды ма, ол қалай жұмыс жасап жатыр, кешеде біреу сұрап жатыр, бұның регистрациясы бар ма, сол нәрсені енді білдік па. Бірінші клубный система бұл сауда болғаны. Все, $10 товарды арзан алу үшін төлейміз. Все, ол барлық адамға ыңғайлы. Екінші, интернеттен ақша табу факт, ол барлық мемлекетте бар, ақша табу болады. Ол заңды, налогын төлесең болады. Енді жаңа сұрайды да, ол регистрациядан өткен ба, мемлекеттік регистрациядан. Енді бір затты білуіміз керек, бұл жаңа түсіндік қой, бұл интернет-магазин. Интернет-магазин, сондай маркетплейстер бар ма? Қазақстан территориясында сауда жасап жатқан шетелдік бар. Озон, Амазон, Валберс, российский. Реклама толып жатады. Біздің Қаскеледе тұрамыз. Центр емес, бірақ біздің көшеміздің басында Валберстің несі бар жаңағы. Раздачный пункт. Не деген ол бізде былай адам жерде пайда болып жатыр да ол. Демек жұмыс жасап жатыр ма? Жасап. Пиндодан товар алып отырмыз, алып отырмыз. Алиэкспресс, Алибаба, Амазондан да товар алып заказ етіп, Амазоннан кроссовка алып, соны осы жерде сатып отқандар бар екен. Мен бір танысым бір жұмыс жасайды, сол да жаңа мүшелік $10 төлейді екен айына. Сұрадым мен, анау не үшін төлейді? Bir барғанда сұрап қойшы дедім. Соны білейік, ол анау тегін жеткізіп бермейді ғой Қазақстанға. Оның да плюсы бар екен. Тез жеткізіп береді екен ол бойынша. Ана мүшелік төлемегенде бәленбай уақытта келсе, ана мүшелік төлемде тез келеді. Ана ол алып сататын болғаннан кейін сол жерден кроссовка алып сатып отырған ғана. Демек, бар ма шетелдің қызмет көрсетіп жатыр ма? Көрсетіп жатыр. YouTube'дан постоянно реклама шығып жатыр ма? Шығып жатыр. Instagram қаяқтікі? Instagram. Яндекс такси қаяқтікі? Яндекс. Бәрі шетелдікі ғой. Демек, олар осы Қазақстан территориясынан немесе Өзбекстан қай жерде қызмет көрсеткен территорияда деген налог төлемесе, тізімнен өтпесе, олар жауып тастайды бәрін. Жауып деген оңай. Сайтты бір кнопканы басады да, ол сайтқа кіре алмайды ешкім. Сол үшін оның өзінің заңды негіздері бар. Сондай Қазақстан азаматтарына қызмет көрсетіп, өнім сататын болса, оларға сондай міндеттеме бар. Ол налог, подоходный налог төлеу. То есть НДС налог төлеу керек. Налог на добавленную стоимость. Оны қайдан біледі оны? Біріншіден, біз қазір 1 жылдан асты ғой, Өзбекстанда, қазір бәр жерде біздің Каспий картама, Халық банкіма, Фортема, сол картаңыздан төленіп отырма жаңағы членство айына. Регистрация жасағанда кімді $50, кімді $140 мен регистрация жасаймыз ғой. Товар заказ етеміз, $90 бесплатный доставка. Немесе осы жақынға дейін айына $1000 болды, қазір 200-ге түсті ғой, 200 евроға. Товар сізге сообщение келе ме Каспийден? Либгудқа кетті деді, мынанша $, ақша кетті деп келеді ғой. Демек, барлық банк жүйесі, ол частный банкі болсын, басқа барлық банкі Центробанкке бағынады. Центробанк, Минфин, комитет госдоходов, бәрі байланысты. Бұлар отчет береді. Алибаба мынанша саудаға кетті, Амазонға мынау, Озон, Валберс, Либгуд, бұлар отчет береді Центробанк, Минфинге. Не үшін? Олар қарайды санды, сауданың қанша сауда болып жатқан есептеп, ол касса аппарат сияқты ғой, касса аппараттан сіз чекті басып отырсаңыз, көрініп тұра ма, тұрмай ма? Тұрады. Бұларда банкіден кетіп тұр ғой, сообщение келіп тұр. Значит, не болады ол? Комитет госдоходы көреді оны. Қарайды. Мынау қайсысы? Google керек болса, Google'ның реклама, басқа Google'дан налог төлейді. Google сервис бар ма? Яндекс сервис. Солардың бәрі өзінің механизм бар. Соларды көреді, көргеннен кейін қарайды, налог төледі, төлемеді. Төлемеді, бір кнопканы басады да, болды, ол сайт жоқ, оған кіре алмайды ешкім. Мысалы, Өзбекстанда TikTokқа кіре алмайды ешкім. Жоқ TikTok. Қытайда YouTube жоқ. Ол нені басады да, оны жауып қоя алады да, мемлекеттің оған күші жетеді. Сол үшін тізімнен өтуі, олар заң бар, сол заң бойынша қызмет көрсетеді. Біріншіден налогын төлеу керек, өнім сатып отқаннан қызмет көрсеткеннен кейін. Екіншіден, олар комитет госдоходов Қазақстанда, Өзбекстанда налоговый комитет деп айтылады. Соған тізімнен өтіп қою керек. Өзінің тәртібі бар. Олар қағаз жүзінде данныйларын жібереді. Как жаңа мына
налоговыйдан регистрациядан өткенде бір заттарды сұрайды ғой, сол сияқты өзінің толтыратын нелері бар. Соны беріп қояды, болды. Все, оларға зеленый, ашық бәрі. Жұмыс жасай береді. Түсінікті ғой, ол сол механизм солай болады. Оны біз барып көре алмаймыз. Комитетке танысыңыз болса, барып сұрап көрің. Ликвид өткен ме? Ликвид өзі үшін ол заң бұзбайды. Ол жерде өте қатты сауатты адамдар, специалистер, юристер бар. Барлық мемлекеттің заңын үйреніп, барлық мемлекетте заңды түрде жұмыс жасап жатыр. Тізімнен өткен түрде. Тізімнен өтпеген болғанда оны блокқа қойып тастайды. Оны блокқа қоятын кибербезопасность деген бар. Оны интернетті, қауіпсіздік, интернет қауіпсіздігін сақтап отыратын әр ведомствоның, министерствоның өзінің отделы бар, КМБ-ның өзінің отделы бар, Генеральный прокуратураның өзінің отделы бар. Сосын министерство не дейді, информатики деген, сондай информатики и развитие деген министерство бар екен Қазақстанда. Солның өзінің отделы бар. Және тағы солардың бәрі сол интернет мониторинг жасап отырады. Не себеп? Түрлі бұзғыншы идеялар бар, алып келеді. Басқа жағынан не дейді? Сондай көп қой, сондай интернет толып жатқан. Солардың бәрін мониторинг жасап, оны жауып отырады сайттарды. Неден осы статья бар, мен бір группаға қойған сияқтымын. Бір 25 000 сайтты блокқа қойған. Так что бұл тізімнен өткен бар, налог төленеді. Енді өзіміз, әрбір адам, біз сабақта да көп айтуымыз керек та осы лидерлер. Налогты әрбір адам өзіміз үшін өзіміз төлеуіміз керек. Сол үшін налоговый қазірден ертең, қазір кішкене ақша түсіп тұр ғой, бірақ ертең үлкен ақшалар түсіп бастайды. Сол үшін біз бұл азаматтық борышымыз да бұл налог төлеу деген. Себебі армия қорғайды бізді, полиция сақтайды көшеде, мектептер бар, тегін оқу, скорый тағы басқа, соның бәрі налогтың есебінен болады. Сол үшін біз азаматтық борышымыз, оны уақыты келген кезде сол налог қалай төлеу, оны да үйренуіміз керек. Бұл әркімнің өзінің несі. Оған компания жауап бермейді, оған ликвид жауап бермейді. Енді кейінгіне перелип бола ма, перелип қашан болады деген сондай сұрақтар бар. Перелип біз былай не қылуымыз керек, перелип бар. Перелип бұл маркетингінде заложенный нәрсе да, бұл перелип деген. Қаяқтан болады? Бірінші келді ал пассивке отырады. Пассив екі бір ғой, перелип, пассив күткен. Пассив күткенде, мысалға пассивщик адам шақырмайды. Оның спонсорынан түсуі мүмкін. Оның спонсорда не активный болса, онда үшінші вариант бар, компаниядан түседі ол. Қазір рекламный дейтінен бастады, реклам тест жасап, уже жаңағы Бенгвинский тыңдап көрсеңдер айтады. Біз күніне дейді қазір, аз ғана бюджет дейді, 50 адам, 100 адам бір күнде клиент келіп жатыр дейді. Сол келген клиенттер, сосын айтады, бұл біреуге должен принадлежать, бұл объемдар біреуге тиісті болу керек дейді. Одан алдыңғы бір видеосы бар. Біз 2024 жылы 3 миллион адам сондай клубқа не аламыз, сондай план жасап отырмыз, 300 миллион адам келеді. Соның 1 миллионы аффилированный лицо деген бұл жаңағы партнер. Сосын жаңа соны ұмытып кеттім, мен соны айтып кетейік. Біздің бизнес бұл аффилированный маркетинг деп айтылады. Аффилированный маркетинг. Оны интернеттен қарап көрің. Аффилированный маркетинг дегенде интернетте жаңа сауда жасайтындар көп. Солардың өнімін сіз өзіңіздің социал желіңіз бар ғой, инстаграмыңыз, сайтыңыз арқылы соларды реклама қылсаңыз, сізге анау ақша береді. Көп блогерлер бар, соларды тыңдасаңыз, жаңағы мен көп көремін, мысалы телефон бірдеңелерді көрсе, сол кезде айтады, мына Алиэкспрессте менің промокод, менің кодыммен алсаң, саған пәленбай арзан болады дейді. Ол партнерский программасы бар. Сол Алибаба, Алиэкспресспен партнерский несі бар, келісім шарты бар. Ол соны реклама жасаған үшін оған ақша береді. Сол аффилированный маркетинг деп айтылады. Сол бізде аффилированный маркетинг. Біз осы интернет магазинді Ликвидті реклама жасап алдым. Соның артын ашылған түсіндіріп беріп алдым. Сол енді перелип қазір бірден білуіміз керек. Сол жағы кім Бенгвинский айтады, 2024 жылы біз 3 миллион адам, соның 1 миллион аффилированный лицо, 2 миллион неаффилированный лицо дейді. Неаффилированный лицо деген ол будет клиентами или сондай болады дейді.
клиент. 2 миллион адам қаяқ кетеді ол. Пингвинский өзіне отдельно маркетинг ашып қойған жоқ қой, өзіне жазып алған жатқан жоқ. Наулер Қазан мысалға да. Сол видеосында айтып жатыр. Бұл объем біреуге тиісті болу керек дейді. Объем деген бізде объем жаңағы мүшелік қой сол. Сол біреуге тиісті болу керек дейді. Сол жаңағы бұл дейді көп деген адамның бұл жұмыста деп айтады ғой олар, осы жұмыста ұзақ уақыт тұрып қалуыңызға сізге көмек береді, ұзақ жылдар бойы сіздің ақша алып отыруыңызға көмек береді дейді. Көп компанияда адамдар ақша таппағаннан кетіп қалады ғой. Бізде де жаңағы түсінбеген біреулер бар. Ой, мен 3 ай болды, 6 ай болды, 1 жыл болды, төлеп жатырмын деп, төлемей кетіп қалғандар бар. Бұл вообще ешқандай түсінбеген адамдар, клубтың негізі екенін түсінбеген, бизнесте вообще нөл түсінігі жоқ адамдар ондай болатын да. Или спонсор дұрыс емес түсіндірген оларға да. Бұл жерде қалай болады мысалға? Жаңа адамдар келді ғой, жаңа пассивный доход қаяқтан бар? Пассивный доход басқа сетевойдың айырмашылығы, басқа сетевой товаровод болу керек. Товар сатылмай қалса, ақша келмейді. Бұл жерде қалай? Бұл жерде мысалы кім осы клубтан кеткісі келеді, например, кім 5 есе қымбат товар алғысы келеді, 5 есе қымбат биодобавка, 5 есе қымбат ертең мощный средство бәрі бар ғой, ешкім алғысы келмейді ғой, бәрі. Сол үшін бұл жерде адамдар қалады өмір бойы. Тем более Америкада Амазонға 220 миллион адам мүше, Костколасына 120 миллион адам. Сондай жердегі мүшелер өмір бойы қалады. Жылына $100 төлеп, қазір сондай клуб нені ашқан функция 3 жылға төлеп тастауға болады. 3 жыл период алдын ала. Ол енді сіздің структураңызға сонша адам түсті, бұл жерде сосын компрессия деген бар. Бір адам төлемей қалса, орнын төменнен компрессия жауап келді. Ашық қалмайды. Сол үшін бұл жерде пассивный доход өмірлік бар да, пассивный доход. $10 төлеуге не алмайды ғой, ешкім қиналмайды, арзан алатын болған. Сол үшін Пирлип солай. Сосын тағы бір Пирлипті айтып кететіні бар. Қазір мысалға Марат Тайкеш, біздің жоғары тәлімгеріміз, СНГ-да бірінші бриллиант. Бұл 100 мыңдай адамы бар структурасында. 100 мың. Оның бриллиантқа толуы, бриллиантта 16 мың алу керек, 16 мың алу үшін ода 15-ші глубина ашылады, 64 мың адам болу керек. Оның даже 12-ші глубинасы толмаған. Чектарын айтып жатыр ғой, $1270. Сол глобальный, пассивный доход деп айтылады, сол глобальный 0,25. Сол тек. Даже 8170 адамға толмаған әлі. Ол себебі бар да, ол бұлай, деп ашылып келеді ғой бұлай. Сол матрица кеңейген сайын, матричный сеткі, шеттегі адамдар жұмыс жасаған, ортадағы бір шеттер ашық, орталар қалып қояды адамдарда. Жауылмай қалады орын. Оның бәрін бір адам толтыру мүмкін емес. Қалай егер ол компанияның өзі толтырып бермейтін болғанда, Маратта қанша адам болу керек оның бәрі толу үшін? 100 мыңға толмай жатса, 500 мың болғанда толама, миллион болғанда толама. Сол үшін бұл компания толтырады оны. Содан біз соны есептеп көрдік, қалай ол толмайды. Схемасын жазып көрдік, сызып көрдік, есеп етіп. Значит, оны компания толтырады. Енді жаңағы 2024-тегі план естіңіз, ол планда минимум 5 миллионда келуі мүмкін. Жаңағы клиент болып келетін 2 миллион емес, 5 миллион болып кетуі мүмкін. Ондай кезде тез толады жаңағы матрица. Олар айтып жатыр, ендігі жылға 10 миллион адам дейді. Привлекать етеміз дейді. 10 миллион. 10 миллионның ішінен 2-3 миллионы аффилированный, то есть партнер болуы мүмкін. 7-8 миллионы. 2 миллион адам келгенде білесіз бе, бізге матрицамыз толу үшін просто жаңағы нені алып қойған. Бір нөмірі барға. Оған дейді 8170 адам керегі да. 2 миллион адам келейін деп тұр. Может 5 миллион кейде ма? Қалай ойлайсыз ол? 8170 оның ішінде қандай? Ештеңе емес, ол қанша адамның матрицасы толып кетеді. Тем более 8170 болғанда ол кеше бүгін тіркелген адам болуы мүмкін да, оған ізінде бір 3 айдан бері, 6 айдан бері, 8 айдан бері отырған адамдар өздеріне уже более-менее бір адамдар түсіп жатқандар бар. Не болған жағдайда да 2 миллион, пәленбай, миллиондап адам келген кезде біздің 8170 деген немесе сол 16 мың деген
немесе 64 мың деген жаңағы матрицалар бар ғой, ол момент толып кетеді. Тез арада, оның бір белгілі уақыт керек, ол тез арада толады. Сол үшін перерыв бар, одан ешқандай ол маркетингте көрсетілген ол нәрсе. Сосын жаңағы пассив бар, сол переливтен келгеннен кейін пассив тек қана орнын сақтап отырсаңыз болды. Онда маркетингінде көрсетілген, кешегіде мен бір видеоны кесіп қойдым, осы WhatsApp'та да бар, Телеграмда да бар. Именно сол мен Ленскийдің өзінің презентациясы сол. Перевод жасалғанда сол жерде $2047 еш адамды регистрация жасамастан түсіріп алуыңызға болады деп қойды. Неге бұндай жасаған? Бұлар именно сетевик болғаннан кейін сетевой маркетингтің қандай жағдайда болғанын біледі. Сетевой маркетингте дүние жүзі бойынша жүздеген миллион адам келіп, соны жаңағы ақшаға жетісе алмай, содан түңіліп кеткен адамдар көп, сәтсіздікке ұшырап, сол адамдарға жәрдем беру мақсатында. 100% адам бұл жерде ақша алсын, өнім 100% адамға қол жетімді болсын деп, сондай модель жасап шығарған. Бағана айттым ғой, бұлар маркетингін қоспаған жағдайда бұлардың бизнес жүретін еді. Бұлар егер біз бизнес жүргіземіз, біз тек баюымыз керек дегенде, жаңағы мысалы Джефф Безостай болды да. Джефф Безос қазір бірінші адам ғой дүниеде байлық бойынша, миллиардер. Амазонның негізін қалаушы. Бұлар да сондай бола алатын еді. Бола алмайды ма, қалай ойлайсыз? Болады ғой, бұл бедабақны адамдар алады, 5 есе арзан болған, $10 төлетті, үнемей алып отыра береді. Рахметін айтып болғаны. Бұлар оны жасамады, бұлар именно бұл сетевой маркетингті реабилитация бір жағынан, адамдарға көмек беру. Бұл үшін бұл біріншіден, екіншіден бұл біз үшін бір үлкен ақша болып көрінеді. Сетевой маркетингде $2000 жету үшін қарайған мұндай жұмыс жасау керек, оны барлық адам жете алмайды. Бірақ бұлай алып қарағанда американский не ғой, бұл компания ғой. Америкада $2000 көп ақша емес па. Америкада пособие безработицаға беретін, жұмыссыздарға беретін пособиясы $2,500 асып кетеді. Бізде көп ақша ма? Кім үшін көп ақша? Мен көп адаммен сөйлесем, $2000 адам байып кетемін десем, білмей жауап беріп қойып тұр, байып кетеді дейді. Шынымен байыма десем, ойланып тұрады, жоқ ой, байымайды дейді. Көп адам вообще сразу айтады, жоқ ой, оған байымайды. Түсінеді ғой, түсінеміз ғой, бәріміз үлкен адам. $2000 келсе, барып автосалоннан машина ала алмайсыз. Өмір машина ала алмаусы мүмкін автосалоннан. Жақсы машина. Бір жыл жинағанда $24,000, $24,000-ға бір орташа средний машина береді. Бір жыл ішпей жемей жинады. Так что $2000 үлкен ақша емес, сол үшін пассивте $2000 келіп отырған адамдар болса, мен айтатыным, английскілері соны айтады, мынау қазір. Хотя бы 2 адам тірке дейді сен, сенің табысың 2 есе 3 есе көбейеді дейді. Сол үшін соны түсінуіміз керек, бұл перерыв обязательно болады. Басталды уже перерыв. Пассивный доход содан келеді. Енді реклама бойынша көп түсінбегендер болып жатыр. Сосын мына қазір көп бір лидерлерді мысалға бірдеңелерді дұрыс емес бір хабар жеткізу мүмкін. Мен сетевой маркетингте 21 жыл жұмыс істегенде, мен сетевой маркетинг бірінші танысқан кезде маған соны енді таныстырды. Бұл жерде кодекс, өзінің тәртібі бар. Біз ол кезде қағаз жүзінде еді, қол қоямыз неге. Шартнама, договор. Соған контракт деп айтылады. Соған жерде оқыған жерім бар мен. Дистрибьютордың міндеті тек қана дұрыс ақпарат жеткізу болғаны. Тауарды да асырмау керек, төмен түсірмеу керек, бағаны өзгертуге хақымыз жоқ. Ештеңе. Біз қалай бізге информация келді, сол дұрыс информация беруіміз керек адамға. Бар. Адам өзі таңдау керек. Бар мүмкіндікті көрсетуіміз керек. Болған сол. Сол үшін біз сол тәртіпті түсінгенбіз, адамдарға соны үйретеміз. Бұл жерде сосын осы Liquid жайлы түсіндіргенде де барын түсіндіреміз. Мынау осылай. Пассив алатын жолы бар, мынандай алатын жолы бар. Бір нөмірін бір орын алсаң, мынандай болады, 3 орын алсаң, мынандай болады, мынанша орын алсаң, мынандай болады. Бәрін сен өзің қалағаның. Сосын ол адам өзі таңдайды. Мен пассивке келемін, мен мынаған келемін, мен мынаған келемін. Болған соны түсіндіреміз. Сол үшін бізде сол без искажения. Енді бұл жерде қаяқтан алуымыз керек? Әртүрлі адамдар әртүрлі түсіндіреді, сосын бола ма, сол сізде түрлі сұраумен шығады. Сабақ көп қазір, чат көп, ютубқа кірсең де көп Liquid туралы айтып жатқандар. Біреу ішінде мен атын фамилиясын айтпаймын, бір лидерлер бар, российский, тіпті басқа зат айтады да олар, Liquid туралы.
тіпті басқалайды. Сосын мен оны сондай кезде қайдан білеміз біз қайсы дұрыс емес. Бұл жерде бұл интернет болып кетті да. Ал бұрын қандай еді? Бұрынғы сетевойда жұмыс жасағанда интернет жоқ. Тек спонсормен сөйлесесің, келесің, спонсордан консультация аласың, спонсордан естесің барлық жаңалық. Болған интернет жоқ о zaman. А қазір интернет болғанда жан жақтан информация келіп жатыр. Сосын адамдар білмейді. Мен айтайын деген, тек біз кімді тыңдауымыз керек? Біз Бенгелинский мен Наудыр Қазанды тыңдауымыз керек. Оғаны. Солардың айтқаны дұрыс, басқалардың айтқаны, даже мен де бір зат түсінбей қосып, алып тастап бір айтып жіберсем, анау басқа айтқаны, значит, бірінші орында менің емес, ана Бенгелинский мен Наудыр Қазанның айтқаны дұрыс болады. Немесе міне сіздің спонсорыңыз Камила ханым, адамбыз ғой, бізде бір сөз дұрыс емес түсінуіміз мүмкін, дұрыс емес жеткізіп беруіміз мүмкін. Сондай кезде кімнің сөзі бірінші? Сіз аласыз да ана сол үшін ютубтан аптасына 2 рет Бенгелинский мен Наудыр Қазан шығып жатыр, бәрін жеткізіп беріп жатыр. Маған айтады, бізге дейді, любой сұрауды беріңіз, біз любой сұрағыңызға жауап береміз дейді. Сол үшін жаңағындай түрлі бір дұрыс емес деген мағынадағы бір естіген болсаңыз жаңағы ақпаратта, сіз бірінші источник, первый источникке қарау керек. Сол үшін тек Наудыр Қазан, Бенгелинский соларды тыңдаймыз. Бизнес бойынша. Себебі компанияны солар ашып қойыпты, біз емес ашқан. Біз олар үшін жауап бере алмаймыз. Біз партнеріміз, біз сіз сияқты адамбыз. Біз де көп нені сол жақтан аламыз. Себебі кеше бір сондай видео болғанда, бұны партнерский программа бітіп қалады екен, 2 жылдан кейін тағы бір деген жоқ, ондай әңгіме жоқ ешқандай. Енді реклама бойынша рекламаны қазір тез жасап бастады. Мен тек Бенгелинскийдің айтқан сөзін түсінгенімше жеткізіп беремін да. Оның ролигі тұр ютубта, даже мына неде жаздық, скачанный несі жүр, осы чаттарда видеосы, ролигі. Сол не дейді, біз де тест жасап бастадық. Қазір күніне бізге 100 адам келіп жатыр, жаңадан 100 клиент. Клиенттің бағасы бізге $18-19 түсіп жатыр дейді. Оны қалай, не деген сөз ол? Мысалы, бізді қазір небольшой бюджет дейді, азғандай ақша. Тест жасап көріп жатыр, қалай бұл жұмыс жасайды? Мысалға, $2000 бүгінге салды, $2000 рекламаға. $2000-дан 105 клиент келді да. 2000-ді 105-ке бөлсеңіз $19 шығады. Значит, $2000 жұмсап жатыр олар, 105 клиент келіп жатыр да. 200 клиент келгенде, значит, ол клиенттің бағасы $10 түскен болатын. Сөйтіп айтып жатыр, сол әр клиент орташа $24 товар сатып алады дейді. $24 товар сатып алды ма, демек 19-ға келді, 24-ке сатып алып, бұл компания плюс деді, бұл жерде. 105 адам 24-ке сатып алды. Соны көбейтіңді, сосын 19-ға $2000 алып тастаң, $520 пайда, прибыль күніне. Ол, значит, компания убыткіда емес та, рекламада убыткіда болмады ма, олар дальше жалғастырып жүргізе береді. Енді бір қызық жері бар, бұлар егер мына Инстаграмда бар, сол парақшасына жазылып қоюымыз керек, біз қолдан келсе, мен ананда кірдім да, сол ерінбей отырып, неше ролигіне бәріне лайк басып, кішкене супер, молодцы дегендей болса да, тек комментарий жазып жібердім. Бұл да оны продвигать етуіне көмегіміз да біздің. Ешқатымыз кетпейді ғой, кірдік та, ағылшынша түсінбейік. Бенгелинский шығып жатыр, Райан Гудкин, Лиза Гудкин шығып жатыр. Қараңда қандай не? Қайсы компанияның генеральный директоры, президенті деп айтамыз, сол күнде роликқа түсіп, біз үшін реклама жасап берді. Өмірде ғой, оны өмірде бір жылына 1 рет, 2 рет интернеттен көрсең көрдім, былай көре алмайсың ғой оларды. Бұлар күнде сабақ өтіп жатыр, түсіндіріп жатыр. Енді өздері күнде роликке түсіріп, біздерге PDF жасап беру үшін қандай нелер да? Сондай бұның қадірін білуіміз керек та, біздер қандай адамдар бұлар, не жұмыс жасап жатыр. Қазір біз сізге күнде ақша төлейміз, сіз өзінің роликке түсіп, мына неге шығарып қой дегенде, мен айтамын, 100% адам істемейміз бұны, ерінеміз. Бұлар қандай адамдар? Түсіндіңіз бе? Сол үшін біз хотя бы бар ғой, соның Инстаграм парақшасына кіріп, лайк басып, комментарий деген жеріне супер бір сөз жазып жіберсеңіз да, соның өзі жылжуынан, просто бұл жерге де лайк, комментарий деген жерге сердечки лайктап сөйтіп қойғандар да бар да. Оның бәрі алгоритм есептеп отырады, оны жақарып продвигать етеді жоғарыға да. Қосқан үлесіміз болады да біздің. Ол жасаған жұмыс қайдан беріледі бізге? Денсаулық, жан, ақша.
Құдай ғой беретін. Ол көріп отыр ғой бәрін, сіз не жұмыс жасап жатқаныңызды. Лайк басып жатырмыз ба, басып жатқан жоқпыз ба? Ал ол да еңбекке жатады. Сондай жұмыс істедіңіз бе, ол мынаған берейінші дейді. Дұрыс па? Сондай жағына қарауымыз керек. Енді қашан біз қосыламыз деген сөз айтады да рекламаға. Сосын әртүрлі $15 адам сатып алады екенсің, кеше сондай сұрау береді маған біреу. $15 адам сатып алады екенсің, сол дұрыс па? Біреу алайы сөйтіп айттым етін. Мен ондай зат естіпедім, мысалға мен Бенгвинский тыңдаймын болғаны, науды қазан. Лидерлер қандай айтуы мүмкін, бірақ мен ол да адам ғой, біздер лидерлерді құрмет қыламыз. Олар бізге олар келмегенде спонсорларымыз осы жұмысты, бизнесті бастамағанда біз жоқпыз бұл жерде. Негізі менің ана компаниядағы спонсорым маған сол биология әкелмегенде мен жоқпын вообще, менде онкология болған сол кезде. Сол үшін мен спонсордың қадірін өте жақсы білемін. Ол қандай кім бізге көмек береді, бермейді басқа. Мен спонсорды құрмет қыламыз. Тек қана бір сонының өзі бізге осы мүмкіндікті бергеннің өзіне ол арзы құрмет қылуға. Как мына өмірде ата-анаң дегендей ғой, мысалы өмірге әкелді ғой сен, соны сияқты да. Бірақ бәрімізде адам, бізде айттым, бізде қателесуіміз мүмкін. Сол үшін кім айтады, Бенгвинский айтады, біз дейді қазір күніне азғантай ақша жұмсап аласыз дейді. Біз сондай уақыт келеді дейді, біз күніне 100.000, күніне 500.000, күніне $1 миллион жұмсағымыз келеді дейді. Күніне. Ал дейді, сол кезде келетін клиенттің бағасы, құны $15, $12, немесе $10 түседі дейді, түсіреміз дейді. Соған түскен кезде, масштабировать етеміз, соған түскен кезде дейді, біз сізге мүмкіндік береміз дейді. Мүмкіндік береміз деген ол, кеше біреу сұрады, сонда не біз адам сатып аламыз ба, сонда ақша салмай қой ақша сен. Бұл мүмкіндік беріп жатыр саған, бұл обязанный нәрсе емес, саған товарында сатып алма. Вообще клубта болудың да керегі жоқ. Сол бұл жерде обязанный деген жоқ. Бұл мүмкіндік береді. Бұл жақсы ғой, мысалға да. $10 түсті дейді саған клиент. Соны дейді, сіздің реферальный ссылкамен сізге прямой тіркеледі, прямой клиент болып тіркеледі. Сіздің рефералыңыз болады. И айтады, содан $5 сразу сізге қайтып келеді дейді, маркетинг план бойынша. Ал ол енді бұл жерде жаңағы қосқан жоқ, біз енді қосуымызға болады. Маркетингті білеміз ол себебі. Ана сіздің клиентіңіз болсын, сіздің прямой рефералыңыз бірінші заказынан 10% сізге келеді маркетинг бойынша. Кім біледі, ол $200 товар сатып алса, $20, значит, анау сіздің салған ақшаңыздан асып кетуі мүмкін. Ол қалай қатысамыз дейді, біреу айтады, Каспийден бола ма? Енді карта тіркеп қойыпсыз ғой соған. Немесе внутренний ақша. Кабинетте сондай графа ашылады, мысалға да, реклама қатысу деген. Болды, ақшаны салып жіберіңіз, бірақ ол жағын білмейміз. Сол аптада тіркеп бере ме, сол бір айдың ішінде ме, короче, сол адам обязательно міндетті түрде сол жерге келетін болады. Бұл бізге керегі не? Біреу сол партнер бола ма, болмай ма? Партнер болды, болмады. Бізге керегі не? Бізге керек ол келді ма Америкаға? Ол шетелдің адамдар біледі клуб. Олар годовой төлеп ұстап, өмір бойы. Олар бедабақ күнде біз нансыз. Қайсы үй бар? Барша кәріс бірде нансыз. Любой үйде нан бар да, нансыз біз отырмаймыз. Ал американецтер бедабақсыз отырмайды, оларға нан сияқты нәрсе ғой. Наның таусылып қалса, жүгіресің ғой магазинге, бір жерге де, түннің нешесі болса да. Ойбай, наның таусылып қалып үйде. Сондай ма, солай емес па? Обязательно. Ол американецтер сондай. Сапасымен алып қояды. Солай түсінуіміз керек та, бізде нан қалай, оларда бедабақ солай. Ал енді олар көрді, мына жерде 5 есе арзан екенін көрді да. 100 басқа жерде Амазонда $99 сатылып жатқан зат бізде $18. Американецтерда нормальный адамдар ғой. Оларда экономия жасағысы келеді. Ақымақ емес. Содан кейін олар өмір бойы бізге керегі сол ғой. Өмір бойы сіздің структураңызда ол. Соны айтады ғой Бенгвинский. Бұл дейді, бұл сізге ұзақ жылдар бойы сізге осы жерде доход алуыңызға, сіздің чектарыңыз сақталуына ықпал болады осы дейді. Осы біздердің істеп жатқан нәрсеміз дейді. Ұзақ дейді, сосын сіздердің дейді, алмаз болуыңызға дейді. Алмаз дейді, олар бриллиант та, бриллиант. Сіздердің бриллиант болуыңызға соның көмегі тиеді дейді. Қалай? Бұл керемет. Өмірде ешқайда компанияда болған нәрсе емес. Бірақ біз сондай және түсінуіміз керек. Қазір бір адамдар сол ой, енді жаңағы сол мен клиент сатып аламын деп жақындарға айтпай отырмай қалмауымыз керек та. Тоқтамай өзіміздің жұмысымызды жасай береміз, активный жұмыс істейтінде. Бірақ анау
мүмкіндік па, оны да пайдаланамыз, қолданамыз. Ал сіз қазір жұмыс жасап жатырсыз, көп жақындарымыз, туыстарымыз бәрімізде бар ғой, біздің де жақын туыстар баяғы компанияда келген жоқ, қазір де үндемей отыр. Ал мына жақтан клиент сатып алып, доходты көбейтіп, машиналарды мініп неғылған кезде аналардың бәрі келеді, бәрі біз тоқтатпауымыз керек. Бізге қанша көп прямой, қанша көп адамға бұл мүмкіндікті берсек, тек ақша жағынан жақсы емес бұл. Сол адам сізге ертең алғыс айтады ғой. Сауап деген заты бар. Сізді неғып отырады? Әр 2000 ақ ала қойсын. Мысалы, пенсионерлерге болады ғой, жақсы ғой, 2000 алып отыр деген айына. Сол реклама бойынша сол. Біз тек қана соларды тыңдауымыз керек. Бенглинский, Наудер қазір болған все. Басқа бір жағдай шықпаса. Енді тағы бір айтатыны бар. Қазір біздердің тәлімгерлерімізді, спонсорларымызды айтып жатыр чаттарда. Бұған өте серьезный қарау керек кабинетте. Қазір мен регистрация жасаған кезде бәріне рекомендация беремін, айтамын. Gmail.com почтаңның, электронный почтаңның өзін, сосын паролін сақтап қой. Осы телеграмда избранный деген папка бар. Избранный как? Сол жерге сақтап қой. Не үшін? Телефон жойылады, сынады, күйіп кетеді, тағып жат болады, жасамай қалады. Сондай кезде ана сим-карты өзіңіздің атыңызда болса, сим-картын восстановить етіп, телеграмды орнатқан кезде ненің бәрі шығады ғой. Ішіндегі сіздің сақтап қойған нәрсеңіз. Бұл облачный хранилище сияқты ғой, телеграм. Сосын соған сақтап қойын деймін. Избранныйға. Не себеп? Сол қағаз жүзінде де бір жерге сақтап қою керек. Наудер Қазанның өзі айтады, сіз поштаңызды паролін өзгертіп тұрың дейді. Паролін сложный жасап қойың дейді. Кабинеттің паролін, ID нөмір, өзі 3-4 нәрсе ғой сақтап қоятын. Егер 3 нөмірі бар, 7 орны барлар, тем более оның бәрін сақтап қою керек. Не себеп? Ертең көп қарайған ақша келеді. Мысалы, представить етіңді, кабинетіңізде 1000, 2000, 3000, 5000 доллар. Сізге срочно ақша керек. Бірақ сіз кабинетке кіре алмай отырсыз. Қандай обидно бола ма? Сіз ала алмайды, өзіңіздің ақшаңызды ала алмай отқан. Сол үшін соның бәрін серьезно қарау керек. Бұл біздің әркімнің өзінің бизнесі. Соны ертең спонсорға шығып, менің кабинетім, шабинетім бірдеңе. Мен қазірден айтып жатырмын көбіне. Пенсионерге де айтамын да, жаңа үйіңде қыздарың, немерелеріңді айтмаған. Мен соларға үйретейін, апа, ертең ақша қойып кетеді. Сіздің ақшаңызды мен сізге ақшаңызды күнде әперіп отыра алмаймын, сіз өзіңіз басқаруыңыз керексің. Солай ма деп жаймен үйреніп жатыр. Мұнан сақтап қойын, мен кіре алмайатырмын деді. Кіре алмайатырмын. Кімнің проблемасы ол мысалға да қазір? Ертең бәрі сондай ақшаға жетсін, не қойса, спонсор үшін емес қой бұны істеп жатқаныңыз. Спонсор сіздің біздің салып жатқан 10 долларымыздан оған 25 цент барады болғаны. 112 теңге. Біздер сондай кейде ойлаймыз, міндетіміз тас жарып, спонсор бізге ананы жарату керек, спонсордан бізге мынаны жарату керек. Спонсор бізге осы неге әкелді ма, болды соның өзіне. Үйретіп жатыр, сабақ өткізіп жатыр. Ол және сіздің пароліңізді восстановить етіп, сіздің тағы бір затыңызды. Бір жағынан бір жақсы жері, бізде сондай сетевойда үйретеді, енді осы адамдарға қызмет қыл, басқа қыл үйрет деп. Біз ерінбейміз, маған да шығады, үлкен апайлар шығады. Ол бір затты қайта сұрай береді. Сабырлық өтеміз, түсінемін, үлкен адам. Түсіндірем, айтам, 1, 2, 3 қыздарын айтам, баланы айтам, қазірден. Бір 10, 20, 50, ертең бір уақыттар ол кабинет кіре алмай қалса, мен айттым ғой кезінде болған. Бірақ сонда да көмек берем, ашып беруге да, бірақ олай көмек береді екен, спонсор бар екен деп не алымыз керек емес та, ақша әкімнің өзінікі. Сол үшін соларға мықтап сақтап қойың. Парольдарын өзгеріп тұрын, қазір ертең сондай, сосын тағы бір зат айтатын. Кеше бір танысым не болсам, қыздарыма, өзіме, Play Market бар ғой, содан приложение скачать етіп алған. Livgood'тың. Livgood'та приложение жоқ, сол есіңізде болсын. Ол мошеннический приложение болуы мүмкін. Сіз кірдіңіз, сіздің данныйыңыздың бәрін алып алды да ол жерден. Білмейсіз ғой ертең кім екенін оның. Аллахта сіздің кабинетіңізді алып кетеді, структураңызбен жоқ, арызыңызды ешкімге арыз айта алмайсыз ол жерде. Сол үшін тек қана официальный осы Яндекстен, Google'дан, Chrome, сондай интернет браузерден кіреміз. Ешқандай приложение скачать етпейміз. Жоқ приложениесі. Жаңағыда не керек па? Главный экранға ярлык деген, создавать ету деген бар. Добавить ярлык, создать ярлык. Соны жасап қоясыз, болды. Официальный приложение жоқ. Түсінікті ғой, осы
Негізгі бүгін айтатынымыз сол, біріншіден біз түсіндік, что клубный система бұл 5 есе арзан товарды 5 есе арзан алудың жолы. 5 есе арзан алу үшін оған қызмет ақы төлеу керек. Айына $10 немесе жылына $100, $120. Ол өте ыңғайлы, өте қолайлы, барлық адамға қол жетімді. Себебі 5 есе арзан деген $1000 зат $200, $100 зат $20. Екіншіден, интернеттен ақша табудың заңды негіздері, ол біз қаласақ ол болып жатқан нәрсе, интернеттен ақша тауып жатыр. Ол тоже заңда қалады. Регистрациядан өту, ол да оның заңдары бар. Егер регистрациядан өтпегенде, давно сайтты блокқа қойып тастайды. Товарын саттырып отырмайды бұл жерде. Адамдардың ақшасын кетірейді. Өкімет өзінің несін алады. Тиіссін, өзіне тиіссін. Кейінгі перелип болады 100%, уже басталды. Сабырлық керек, күту керек болғаны. Соң перелипке күтіп қарап отырмай, бұл адамдарға хабар жеткізу керек. Енді қазір көп адамда мынандай проблема болып жатыр. Үлкен жастағы адамдар бар. Осы сетевойда жұмыс істеп көрмеген адамдар бар. Соларға біз қазір бір шаблондар, оқулар дайындап жатырмыз. Уақыт келген кезде айтамыз. Готовый шаблон, орыс тілінде, қазақ тілінде қандай обращение жасау керек, қалай. Оған қандай видеолар жіберу керек. Сондай. Біз практикада мен қазір көріп жатырмын. Тіпті сөйлеспей, ешқандай айтпаған бір адамдарға сол видеолар жібергенмін. Просто басына текст жазып жібергенмін да. Сол біраз уақыттан кейін кешегіде біреулер соң регистрация болып жатыр. Вообще ешқандай презентация өтпесте болады екен сондай адамдар өздері анықтайды, өздері. Мен өзім маған презентация өтілген жоқ, маған тек ақпарат просто берілді. Мына Ликут деген бар, мынаны қарап көрді. Болды, все. Ар жағын өзім қарадым. Сондай адамдар бар, сол үшін сондай болады. Алла қаласа, оны айтамыз уақыт келген кезде. Сол пассив бар, енді реклама туралы естіңіз, реклама қатысу обязательно емес, бірақ қатысуға мүмкіндік береді. Бірақ ол қашан болады, оны айтады. Ешкім айта алмайды. Бір аптадан кейін, 10 күннен кейін айтамыз деді, болды. Эфирде отырамыз, мен Глинский, Наудар Қазанды естісеміз. Солар айтқан кезде, солардың айтқанын еді. Сол, кейін тағы не? Оған бүгінгі айтатын неміз. Түсіндік қоя, и сосын парольдарды сақтаймыз. Пароль, серьезно қараймыз, ID номер, почта, логин деген сияқты бар. Сол, ал ендеше бүгінгі сабағымызды жұмақтаймыз. Мен ойлаймын, енді көп пайдалы ақпараттар болған шығар деп. Көп адамдар, ойланып жүрген адамдарда ойларына жауап алады деп ойлаймын. Сол, Алла қаласа, реклама тезірек шығып, солардың бәрінен пайдаланып, бай қуатты болайық, бәрі табысты болайық. Сау саламат болыңыздар. Кәмилә ханым, болды, мен бітірдім. Сау болыңыз. Рахмет, сізге өте керемет сабақ болды бүгін. Өте түсінікті, барлықтары да түсінді деп ойлаймын. Білән болыңыз. Жарас, сау саламат болыңыздар. Келесі сабағымызды күтеміз.